Дальше, конечно, ол уже как раз мынаған келді, биовейв. Биовейв бұл уже бифида, лактобактерия. Олардың 40 мың миллиард штамы. Оны қалай? Яғни жаңа айттық қой, біз тазаладық, восстановить еттік, жерді қопсыздық, құнарландырып, бүйттік, соңында егу керек. Егетін кәдімгі тірі бактериялар бар. Тірі бактериялар, бифида, лактобактериялардың, және тағы да екі бактерия бір жерде. 4 түрлі бактерия, лактобактерия, бифида бактерия, плантарум дейді, и және тағы бір бактерия бар. Яғни әрқайсысы 10 миллиард штамнан, общий 40 миллиард штамм. Бұл екі двойной капсуламен қапталған. Біреуі асқазанда ерейді, екіншісі прямо ішекке барып ерейді. Ішекке барып ерген соң сіздің бүкіл кишечниктің сырттарының барлығын қамтиды екен дағыны, іштегі бүкіл шлагы бар, патогенді кишечник флора бар, басқасы бәрін қуалап шығарасың. Тап таза болады. А таза ішекте ешқандай ауру дами алмайды. Өйткені сіздің 70% иммунитетіңіз ішекте болады. Мінекей, бұны ішек бітелген адамдарда запор болғаннан кейін не болады? Тесік ішек синдромы болады. Кеше неде айттық қой? Мысалы, балаларда аскарида дейді ғой, аскарида. Кәдімгі аскариданың өзі адамға баланың қолмен жұмыртқалар ауыздан түседі екен. Ол барып асқазанда жарып шығады екен. Ішекте бар жарып шығады. Ішекке жарылады, стенкіге жабысады. Стенкіні теседі екен. Стенкіні тесіп қанға шығады дейді. Қаннан ол барып өкпеге барады. Өкпеден альвеоланы тесіп қақырып болып қайтадан ауызға келеді екен. Ол қақырып болып ауызға келеді дағы, жартысы сыртқа келеді, жартысы қайтадан асқазанға кәдімгі прямо өсіп болып құртып түседі екен қайтадан. Сөйтіп бір айналады екен. Представляете? Ол дегеніңіз енді әшейін аскариданы айтып отырмыз. Қалған құрттардың барлығы сол ішектің барлығын жайланады екен дағы, тесіп ақыр соңында дырявый кишечник деген нәрсе пайда болады, үлкен тесіктер пайда болады. Ол уыттың барлығы қанға өтеді, бүкіл аутоиммун аурулардың барлығы сол диагноздан пайда болады. Аллергия, псориаз, экзема, витилиго, дерматический аллергия, атопичный дерматит деген бүкілі сол ішектен пайда болады. Түсіндіңіздер? Сол үшін де мінекей соны емдейтін биовейв деген капсула бар. Пробиотикті бүкіл аллергологтар, бүкіл дерматологтар, бүкіл жаңа термен жұмыс жасайтындар, және де мықты жаңағыдай даже гинекологтардың өздері қазір қолданады. Пробиотик обязательно қосады. Мінекей сондай мощный біздің продуктымыз бар. Двойной капсула.